Аулақпын дерегі жоқ болжамдардан, әр жұртта ұмытылып олжан қалған, жамиғат біздің тарих алтын шынжыр, әр жерден жиі үзіліп көп жалғанған. Алла маңдайына жазған аз күндік несібесін туған халқына арнап, тарихына тың тараулар қосуға талпынған жанның бірі Серікбол Қондыбай болатын. Ғылым мұхитына тыңнан жол салып, ата алашқа әйгілі болған Марғасқа ұл енді ортамызда жоқ. Тірлігінде бүтін бір ғылым академиясының жұмысын жалғыз өзі, онда да сырқат меңдеген қалпымен қабақ шытпай атқарды. Қазынаға толы қоймасын қазағына қалдырып кете барған қайран ұлдың рухына тағы бір тағзым ете отырып, оның аққан жұлдыздай ерлікке толы өмірі исі алаш азаматына ғибрат. Серікбол 1968 жылы Амалдың бір жаңасында Құрық кентінде жұмысшы отбасында дүниеге келіп, 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін геоморфолог, жер бедерін зерттеуші мамандығы бойынша бітірді. 1991-1997 жылдары Маңғыстау Үстірт мұражай қорығында облыстық экология және биоресурстар басқармасында қызмет істеді. Кейін орта мектепте мұғалім болды. 1995 жылы апатқа ұшырап, жұлын жүйесінің зақымдануына байланысты бірінші топтағы мүгедек болып қалды. Алайда әмбебап бағыттағы кешенді тақырыптық зерттеулерімен айналысып, көзі тірісінде ғылым әлеміне мол жаңалық әкелген 10 кітапты дүниеге әкелді. Оның тұңғыш кітабы Маңғыстау географиясы болатын. 1997 жылы шыққан бұл кітап ауру азабымен арпалысып, жаны жабырқап жүрген кезінде көңіліне қуаныш ұялатып, талабын тасытқан еңбек еді. 1992 жылы бір ай ішінде жазылған география оқулығының қолжазбасын тіпті ойлағанымда жоқ. 5 жыл бойына ешкімге керексіз болып жатқандықтан оны ұмытып та кеткен едім деген Серікбол. Көзі тірісінде бұл орайда осы кітапқа тұңғыш демеуші болған белгілі құрылысшы, ақын, жаны жомарт азамат Сайын Назарбекұлының қолғабысына арнар алғысы ерекше екендігін айтады. Ол Сәкеңе жазған көлемді хатында ең бастысы 1997 жылы сіздің өз қаржыңызға шығарып берген Маңғыстау географиясынан кейін менің өмірім, болашағым тым қараңғы болып көрінбейді. Осы кітап жарық көргеннен кейінгі өмірім мүлде басқа, сүрлеулі болып шыққанын жасыра алмаймын деген еді. Университеттің соңғы жылындағы диплом жұмысым осы Маңғыстау тақырыбына арнадым. Маңғыстаудың өткенін, бүгінгісін көпшілік біледі, көп білмегенмен жалпы таныс, ал оның жерінің сипатымен, қасиетімен көп адам таныс емес. Осы Маңғыстаудың осындай жалпы жерге тән қасиеттерін, өзіндік қасиеттерін, басқа жерде кездеспейтін қайталанбас дүниелерін таныстыру мақсатында және оның болашағына кішкене болжам жасап көруге әрекеттендім осы неде. Енді оның диплом тақырыбы туризм мәселесі болды. Маңғыстауда енді мұнайы бар, басқа байлықтары бар, малшылығы бар. Бұлардың барлығы халыққа пайдада әкеліп отыр. Бірақ Маңғыстаудың өзінің қатаң табиғатына орай, суда жоқ, қыста қатты, жазы ыссы, басқа жерлерден алшақ жатыр. Осының барлығы жаңағы үлкен заводтар салуға да кедергі келтіреді. Оның Маңғыстау географиясы ғылым әлемінің мол олжасына айналған аса құнды еңбектердің бастаушысы болды. Олар қазақ мифологиясына кіріспе, Маңғыстау мен Үстірттің киелі орындары, қазақ даласы және герман тәңірлері, Есен қазақ, Гиперборея, түс көрген заман шежіресі, 4 томдық арғы қазақ мифологиясы кітаптары болатын.
Серікбол бұл еңбектерінде өзінің батыл да маңызды ой түйіндемелерімен тез танылып, республика ғалымдарының ерекше назарын аударды. Денсаулығының өте ауыр жағдайында ғылыми ақпарат пен ғылыми ортаның мүлде жоқтығына қарамастан ол тамаша зерттеулер жүргізіп, мифология, этногенез, тарихи география, лингвистика салаларында озық дүниелер жазды. 2004 жылы мамыр айында Серікболдың Ақтауда өткен шығармашылық кездесуі оның айқын айғағы. Осындай жағдайда отырып мынандай кітап жазу академиядағы бір арнайы институт тұрған ғалымдар жаза алмайтын, жазбақ түгіл әлі ойламайтын оны тақырыпқа барып, сонау адамзаттың бастау танымына сүрлеу салу. Ол ұлы рухтың ғана қолынан келетін. Ұлы ерлікті, ұлы махаббат қана жасайды. Бұл халқын сүйген, жерін сүйген, елін сүйген азаматтың ғана қолынан келетін тірлік. Әйтпесе, дәл қазір бір қазақ қана емес, бүкіл түріктес халықтың арасында бұндай шығарма жазған адам жоқ. Әсіресе қазақтың өзін-өзі тану машығы ұзақ уақыт евроөзімшілдіктің, яғни евроцентризмнің құрсауында болып келді. Бұл құрсау әлі де сетіней қойған жоқ. Мұның зардабы әрбір қазақтың болмыс тағдырына жойдасыз зиян келтіруде. Және ең сұмдығы, қазақ қоғамы ондай зиянды өз мәнінде терең сезіне алмай отыр. Терең сезіне алмаған соң зиянкес зардаптарға деген қарсылық әрекеттерде кемшін соғып жататыны аян. Рас, рухы жоқ, киесі жоқ, тілі мен ділі жоқ ел болмайды. Себебі бұл қасиеттер ұлт болудың, ел болудың алғы шарттары. Ондай қасиеттердің бастау тегін, түпкі негізін танып білу арқылы ұлтты ұйыстыруға, елдің еңсесін көтеруге болады. Түптеп келгенде Серікбол Қондыбай өзінің арғы қазақ мифологиясы атты іргелі зерттеу еңбегінде осындай жоталы проблеманың жалынан ұстаған. Серікболдың қалам ұрған тақырыбының ауқымы өте кең. Бұл жаңағы Мүйізі Қарағайдай деген үлкен ғұлама, тарихшылар, ғалымдар, қазақтың өзінің арғы түбінің өзі сол мәдениеттілікпен ұштасып жатқан, ешкімнен кемес екен, тек жазу мәдениетінің кейінде қалуына байланысты, бұның ар жағында тек көшпелілер дейтін айтыппенен біздің өзімізді кішкене басқалардың кемсітетін тұстары бар. Соған қарамастан әртүрлі осы уақытта жазылған көптеген кітаптар, я болмаса ғылыми еңбектер бар. Мынау Серікболдың бүгінгі жазған еңбегі соның ішінде үлкен бір қомақты орын алады деп есептейміз. Қазақта енді өздерің білетін жазыңдар, Жетіқарақшы, Темірқазақ, Шолпан, тағы бір 2-3 жұлдыздың атын білет болды. Орташа қазақ. Өйткені іс жүзінде ештеңе сақталмаған. Ал мына ертектерді, жырларды зерттеу барысында оның одан да көп екендігін аңғаруға болады. Енді екінші кітабым мен соған арнадым. Мына күнтізбеге, наурыздың, жыл санаудың, уақыт есептеудің қалай қалыптасқандығына. Үшінші кітабымда 2 тақырып бар. Бұнда ұлы ана мифологиясы дейді. Бұл жаңағы ертегілердегі, жырлардағы, оның ар жағындағы ұлы ана баяғы матрихат дәуіріндегі әйелдердің бейнесі. Содан кейін оның жалғасып келетін бұл жылан мен айдаһар. Соған табыну, соның мифологиясы. Яғни бізде оны көбіне кейбіреулер қарсы шығады жыланға. Біз оны табынбаймыз деп. Бірақ біздің жаңағы әулиенің басына түнейтіндердің әңгімесінде әулиенің аруағы 100 жағдайдың 99-ында жылан болып көрінеді. Яғни оның барлығы да арғы атам-заманнан келе жатқан нәрсе. Мен осы жуырда ғана қайталап оқып шықтым. Шетпеде тұратын Серікбол Қондыбаев деген інімнің мақалалары да бар, ішінде мен де сұрақ қоятын мақалалар бар. Бірақ еңбегіне, ғылыми ізденістерін оқып қатты қайран қалдым. Және ол баламыз мына тіршіліктегі бір
қиянаттан, тұрмыстық қиянаттан қиындық көріп жатса да денсаулығының өзі еркін қарыштатып жібермегенмен, қаламы, ойы, қиялы, шығармашылығы өте құлаштап еңбек етіп жатыр. Адам таңғаларлықтай адам, адам таңғаларлықтай қаламгер. Қазақ өнерінің үлкен қамқоршысы Иманғали Тасмағамбетов мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылып жатқан мәдени мұра бағдарламасы аясында Серікболдың жалпы көлемі 100 баспа табақтан асатын 4 томдық арғы қазақ мифологиясы атты терең мазмұнды еңбегінің жарыққа шығуына тікелей қолдау көрсетті. Алайда 2004 жылы 24 тамызда 37 жасқа қараған шағында қазақ ғылымының көгіне жарқырай көтеріліп келе жатқан дарынды ғалым, зерттеуші, әдебиетші, аудармашы Серікбол Қондыбай дүниеден озды. Ол қазақ ғылымының орны толмас өкініші болды. жылы наурыз айында Рух Мирас альманахымен Абай атындағы интеллектуалды рухани клубы Республикалық ұлттық кітапханасының қолдауымен мифология, тарих, лингвистика, тарихи география, мәдениеттану салаларында түбегейлі тұжырымдар жасаған бір туар ғалым Серікбол Қондыбайдың туған күніне орайластырып Қондыбай оқулары өткізілді. Онда оның орыс тілінде жазылған қазақ мифологиясы қысқаша сөздік кітабының тұсаукесерлері де болды. Қасиетті жер Маңғыстау. Ол қалай да болса, ол жерден ұлы сол азаматтарымыз шыға береді. Ол баяғыдан сол келе жатқан дәстүр, рухтың жиналған жері, рухтың қалыптасқан жері, және де рухтың кең, сол жерден бастап, сол кең тараған жеріміз осы қасиетті Маңғыстау. Сол Маңғыстаудың тұлғасы өзінің ұлы баласы, ұлы азаматы Серікбол. Ол енді шынымен біздерге қазақтың кең даласында қай жерінде болмасын, осындай бұл ұлт, бұл ел мәңгі сол өмір сүрсін деген ықыласпен сол осы табиғатымыз, жеріміз, халқымыз осындай ұлы азаматтарды келтіре береді. Ал енді Серікболдың өзіне келсек, ол енді шынымен аққан жұлдыз дейміз ғой, аққан жұлдыз шынымен қазір бұндай биік жоғары атақ қазір өздеріңіз білесіз. Меніңше тек қана сол Шоқан Уәлихановпен қазір аузымызды толтырып үлкен сеніммен және де сол бұның шындығына сол көзіміз жетіп Серікболды айтамыз. Біздің рухани аспанымызда өкінішке орай ерте кетті, бірақ сол өзінің қысқа ғана өмірінің өзінде көптеген алып дүние сол жасап, соның барлығын бізге үлкен мұра және де үлкен үлгі, рухани үлгі ретінде өзінің сол өмір жолын бізге сол мұра қылып қалдырып отыр. Серікбол өзі талай бір әңгімелесіп отырған кезімізде осы мен жазып жатырмын, соған бір адам бір ауыз пікір айтқан емес деді бір сөзінде. Не дұрыс деп, не бұрыс деп ештеңе демейді. Мен әйтеуір жазып жатырмын, оның дұрыс па, бұрыс па, мен өзім негізгі мамандығым бұл мифологияға ешқандай жақындығы жоқ деп сөйтіп айтқан. Сол кезде мен айтамын, енді ол бұндай нәрсеге бірден пікір айта қоюдың өзі қиын ғой. Оның да өзінің бір кезі келді. Сосын мен сол жұрттың кішкене ол кезде Серікболдың өзінің мақалалары әр жерде жарық көріп жүрді. Енді жалпы көпшілікке таныстырайын деп таныс болмаған адамдар болса 2002 жылы Егемен Қазақстанға мақала жаздым. Қай күнді түсетін қателік деп, ол мақала шықты. Одан кейін көптеген сол мақалаға байланысты хаттар алдым, жақсы пікірлер болды. Соның бәрі Серікболға кезінде оны айтқанмын. Міне сол жаңа Серікбол күткен пікірлер бүгінгі мына республикалық ғылыми теориялық конференция болып, сол пікірлер айтылып жатыр. Бұның өзі үлкен қуаныш. Сол енді бұндай конференцияға арғайда өзінің жалғасын табу керек деп ойлаймын. Маңғыстаудағы Серікбол зерттеген әулиелерге барып тірелді. Өздеріңіз білетін жаңағы арғынның құрамындағы бес Мейрам Соқының ұрпақтары есебінде. Ал енді Мейрам Соқының қана ұрпақтары ма? Жоқ, Мейрам Соқы сол кездегі сол бес Мейрам әйтсе бес рудың рухани басшысы, рухани жетекшісі болғандығын көреміз. Көрдіңіздер ме? Рухани жетекшісі. Міне сол сияқты сол жерде 367 әулие десек, сол 367 әулиенің барлығы
барлығы бір ғана адамның атымен, яссауидің жолымен ғана байланысты екенін білеміз. Демек, Алтын Орда мемлекетінің рухани бағыт-бағдарын айқындаған, анықтаған Маңғыстаудағы сол яссауи шайхтардың үреледі. Зеңгетаның шәкірттері деп төрт кісінің атын атайды. Ол жаңағы ислам дініне енгізген Садраддин шайх Баба Туклас, Баба Туқшаш біздің ұлымызда. Одан кейінгі Сейит ата, одан кейінгісі Бадраддин шайх, Ұзын Хасан ата. Міне осылардың барлығы тарихтағы болған кісілер. Сондықтан да бұл жердегі мәселе әлі басталған жоқ. Ал енді Серікболдың жасаған еңбегі осы ұшан қиыр әлі былайша айтқанда игерілмей жатқан теңізге алғашқы салынған түрен деп есептелетін тыңда. Енді 24 май күні Ағар қазақ мифологиясының соңғы презентациясы болды. Сол презентацияда келгеннен кейін осы ұлттық кітапхананың сұранымы бойынша Мир Челабының аспекты мифа деген кітабын қазақ тіліне аударды. Содан кейін міндеттесі компьютерін жапқызды. Мен демалуым керек. Ноябрьге дейін демаламын. Ноябрьден кейін ғана оған дейін компьютерді жинап тастырады. Негізінде сол қазақ мифологиясы шыққаннан кейін-ақ бұл өзі үлкен іс бітті. Негізгі түйіндеген ойларымды бердім. Кейін көрермін дегенде бір босаңсу болды. Қытайда тұратын Шыңжан университетінің доценті Камуна Жамбозұлы Серікболдың ғылыми ізденістері жалаң сөздің емес, көлемді зерттеу, жаңаша ой пікірлермен құндақталған еңбек деп бағалады. Серікбол бүкіл түркі халықтарының азамат тарихындағы рөлі туралы әлемдік ғылымның ғасырлар бойы қалыптасып қалған қасаң қысыр көз қарасын бұзып, алдағы дәуірдің ғылым негізін салушы тұлғаға айнала бастаған болатын. Серікбол Қондыбайдың бір ерекшелігі жөнінде айтатын болсақ, біріншіден бұл арғазақ мифологиясы жөнінде әңгіме қылғанда, бұл арғазақ мифологиясы жалпы бүкіл дүниежүзі мифологиясының ішіндегі ең бірінші дамыған мифология деп айтуға болады. Себебі оның еңбегі арғазақ мифологиясымен танысқанда, мына Авеста, Индиядағы, сосын барып Иран, Европа, Қытай аңыздарынан арғазақ мифологиясы әлдеқалай ертеде, өте ерте заманда дамыған. Және осы арғазақ мифологиясы осыларға біріншіден кіріспе ретінде, фундамент ретінде дамыған аңыз мифологиясы деп тануға болады. Бұл бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі арғазақ мифологиясымен оқып танысқанында Серікбол Қондыбайдың. Бұл барлық аңыз ертегілер, ертөстік ертегілер және басқа аңыздар бұл аспан денелерінің, жер ядросының, жер қалай дамыған сол жөнінде әңгіме қылады. Ал енді Серікбол арасында да үлкен құбылыс, феномен. Себебі құбылыс болғанда да бұл біздің нағыз танымдық шөлдеуімізден келіп туған, қажеттіліктен келіп туған құбылыс болып табылады деп ойлаймын Серікбол. Себебі белгілі бір заманның кезеңдерінде біз енді осы кезге дейін ғалымдар жаңа бұрын ғылыми атеизм болды да Құдайға сену, Алла тағалаға сену дегеннің барлығын жоқ қылды ғой. Ал қазіргі кезде енді заман түзеліп біз өзіміздің ділімізге, өзіміздің дінімізге қараған шақта біз кәміл сенеміз Серікболдың бұл жайдан жай адам емес екендігін. Серікбол ар жағында белгілі бір құдіреттің, Серікболдың өзінің сөзімен айтқанда жоғарыдағы ұғанның немесе жаратушының жерге жіберген елшісі деп қабылдауымызға тиіспіз Серікболды. Себебі Серікболдағы
ғылым мен имандылықтың, ғылым мен намыстың, ғылым мен білгірліктің, жалпы адамдарға деген сүйіспеншіліктің барлығы да махаббатының адамдарға деген осы үлкен ғылымның арқауы болды деп ойлаймын. Себебі барлық Серікболдың кез келген кітабын оқып қарасаңыз, бірінен бірі туындап жатқан жүйелердің өзі бұған Серікболдың ар жағынан бір күш, құдіретті күштің итермелеп соған алып келіп, және бір құдіретті күштің жаратуымен, айтуымен осының барлығы сылдырап, жаңа өңкей келісімдердің барлығы өзінен өзі туындап жатқан сияқты. Бұның өзі де Серікболдың ерекше туған ұл екендігін, оның ар жағында жаңа айтып өттім ғой, жоғарыдағы құдіреттің белгілі бір нүктеге жиналып, соның бір адамға белгіленген немесе таңбаланған адам деп қабылдауға болады Серікболды. Адам деп емес, адамдық жалпы біз сияқты екі аяқты пенделерден жоғарғы деңгейге шығып кеткен, жоғарыдан төмен қарап тұрған адам деп қарауға тиіспіз. Біз енді төменнен жоғары қарағанда тек қана аспанды көреміз ғой, ал қаншалықты адамның, қарапайым адамдардың тобырынан биіктеген сайын, оның сана сезімі жоғарыдағы абсолютке жақындаған сайын, оның сол көптеген ішкі танымдық жүйелері ашылып, сол төбеден төмен қарап тұрғандай, бір барлық затты көріп біліп тұрғандай жазып кеткендігінің өзі, оның ерекше сол өзінің жазған мифтік геройларының, мифтік қаһармандарының өзінің біріне айналған білдіреді. Серікбол деген жігітті Алла Тағала біздің бақытымызға жаратып, оны Маңғыстауға берген екен. Мен біріншіден соған қуанамын. Жалпы Серікбол туралы бір әңгіме айту керек болғанда, мен Серікбол туралы емес, жалпы бір ерекше адамдардың жалпы ерлік қасиет туралы әңгіме айтқым келіп кетеді. Себебі Серікболдың соншалықты ер кісі екендігін, ер жүрек адам екендігін мен көзім көрді. Мысалы, ер жүрек деген әр жерде тарихта бар, бірақ барлығы да ол ерлік істеп жүрген кісілер өмірден үмітті, ертеңгі күндерде жарқын болашағынан осы еткен еңбегінің жемісін көруге деген алдында үміті бар кісілер еді. Серікбол өзі біле тұра, күннің санаулы екенін біле тұра, күні түні жанталасып еңбек етіп, мынау еліме өзінің жүрегін, білімін, болмысын қалыптастырған қазақ деген жұртына берерін беріп кетейінші деп жанталасқан адам. Оны өзіміз 96 жылда танысқаннан бастап 96 жылдан көзіміз жетті. Бұл Серікболда ешқандай атаққа жету, абыройға жету, керемет артында із қалдыру, ғылымға жаңалық қосу деген ой болған емес. Әрбір адам баласы, әрбір ұлттың пендесі, сол ұлттың бір мүшесі. Серік айналайын соны түсіне білді. Бірінші қазақ халқының бір сүбелі мүшесі екенін білді өзінің. Соның ішінде біздің маңғыстаулықтардың бір керемет қасиетін бойына жинаған ұл болды. Соны көрсетуге тырысты, соны көрсетті де. Енді тағдырдың өзі солайға жазған болу керек. Ол мынау арғы қазақ мифологиясын шығарып көзі көргеннен кейін жалпы бұл тіршіліктегі өзінің негізгі міндеттерін атқарғандығын байқады. Содан өзі кеткісі келген болу керек. Ағайынның да басқаның да айтқанын тыңдамай, өзі сол кетіңкіреп қалды. Енді ол келіп кетуге тиісті кісі емес еді. Ол өмірге келді, жарқырап жану керек еді. Сол жарқырап жанғанға дейін күтіп жатты, жарқырап жанды, содан кейін сөнді. Ол ұзақ уақыт көмескі жарық беріп тұратын кісі емес. Жарқ етті де аққан жұлдыздай
ағып өте шықты. Сол азғантай ағып бара жатқанның өзінде бүткіл Маңғыстауды емес, бүткіл қазақтың ен даласына жарық түсіріп өтті. Сол түсірген жарыға сәуле дейтін ешқашан өшпейді. Ол сәуле сол күйінде бүткіл әлемді аралап кете барады. Енді мынау қазір дүние жүзін глобализация дейді, басқа ұғымдар дейді, ізгілік ұғымдар дейді, ата-баба тектік ұғымдар дейді. Сол ұғымдарға шырақ есебінде, жарық есебінде, білім есебінде Серікбол өзінің үлесін қосты, өзінің жарығын қосты. Сол жарық, сол бір электромагниттік толқындар сияқты нәрсе мынау әлемге толқып кетті. Ол жойылмайды да, біреулердің көкірегін оятады, біреулердің көкірегін тербейді. Енді барып бұл Серікболдың осы азғантай ғұмырындағы қалдырып кеткен ұлы мұрасы басқалардың көңілін оята бастайды. Оған 100 жыл керек пе, оған 200 жыл керек пе, оған ертеңгі күн басталып кетті ме, не болмаса кешегі Алматыда болған Серікбол тану конференциясы басты, соның алғашқы парақ беттері ме белгісіз. Мүмкін сәт түскен күндері шындығында бүткіл әлем танитындай біздің қазақтың бір баласы болғанын мойындайтын болар. Құс болып ұшып кетті, құс болып келді, аққу болып ұшып кетті. Қолымнан не істейін, амалым жоқ менің. Басқа айтатыным жоқ. 9 жыл 9 күн деген күні менен қоша түсіп кетті. Соның бойында ең болмаса 3 минут табанын басып, жерді басалмастан кетті. Ғылыми зерттеудің инемен құдық қазғандай, бейнетімен ауыр науқастың азабын асқан төзімділікпен қоса арқалаған ғажайып ерлік иесі Серікболды баяғы Шоқан Уәлиханов сынды қазақ ғылымының көгінен жарқырата із тастап жұлдыздай ағып өтті. Ол артына қолжазба және электрондық терім түріндегі Алпамыс ғаламы, жауынгерлік рух кітабы, Маңғыстаунама, введение в мифологию казахов сияқты елеулі еңбектер қалдырды. Ол еңбектерді жарыққа шығарып, ұрпақтар қазынасына айналдыру қастерлі міндет. Серікбол Қондыбай аққан жұлдыздай қысқа да мазмұнды ғұмырында өзінің азаматтық парызын осылайша атқарып кетті. Алдың нұрлы, жаның жанатта болсын, Алаштың аяулы азаматы. Ол жаққан отем желінен көшембе жаттың, тұқымы асыл түбі нұр түзіліп тектен. Есесін алып берем деп есен қазақтың, есіл ғұмырға не дейсің үзіліп кеткен. Алпамыс ағам ақ жібін ағытып тағып, өрмегім неге өрнекке қара жіп төкті. Қара көге дол өзі де қарғытып барып, қара көктіңге сіңді де қар үзіп кетті. Қар үзіп кетті ол біздерден абыздай бейне, ажалдан қашқан қорқыттың мысалы мекен. Миы жоқ тарих тағы да аңыздай дейме, не дейсің бұған Маңғыстау құсалы мекен. Құсасы ішін өртейді, қуырып жанып, қара көк менің кешегі құлыным дейді. Бітеу омыртқадан құрт түрлік суырып алып, көк жұлындардың қашаннан жолынын жейді. Адам мен жынды береміз кімдерге бөліп, аңыз бен шынды айырмас ағайы көп мазақ. Қара көк аруақ қараңғы түндерде келіп, қарайды ол кейде төбемнен қалайды